10 сынып Қазақстан тарихы 9 сабақ. Тақырыбы ұлы дала көшпелі өркениеттің қайнар көзі және қалыптасу ерекшеліктері энолит пен қола дәуірі. Сабақтың мақсаты ұлы дала өркениеті жайлы мағлұмат беру. Бүгінгі сабақта қола дәуіріне өту, андронт мәдениетінің қауым туралы білеміз. Қола дәуіріне өту. Қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтар қалыптасты. Бұл дәуірде дала мал шаруашылығының энолиті пайда болды. Қола дәуіріндегі өзгерістерге тұрақты қоныстар, дөңгелек және қола құю жатады. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдық ұлы дала үшін үлкен бетбұрыс кезең болды. Қуаңшылық салдарынан шаруашылықтың түрлері мен мәдени өзгерді. Жаңа технология пайда болып, тайпалардың кең ауқымды көшіп қона бастады. Өмірдің барлық саласында үлкен жетістіктерге орын алды. Мал шаруашылығы мен егіншіліктің дамуы адамдардың тұрақты азықпен және киіммен қамтамасыз еткен халық бір орында мекендей бастады. Бұл үлкен және ұзақ уақыт туралы қоныстарда пайда болуына әкелді. Тіпті олардың кейбіреулері әрқайым, сынтас, алғашқы қалалар деп атауға болатын еді. Баспана үлгілері өзгеріп, үйлер кең және өмір сүруге ыңғайлы болды. Қыш шеберлер, тігіншілер, сүйек өңдегіштер, зергерлік сияқты қол өнердің пайда болды. Біздің заманымызға бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңында дөңгелек арбалар жасала бастады. Ауыр жүгір арбаларын өгіздерге жекті. Дөңгелектер көліктердің болуы алысқа көшуге мүмкіндік берді. Тоқтала кетейік, Қазақстандағы қола дәуірінде біздің заманымыздағы 8-ші және 18-ші ғасырларды қамтиды. Арқайым тұрағы. Арқайым орта қола кезеңінде біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта сақталған және тарихи мәдени ескерткіштердің кешені. Ресей Федерациясындағы Челябі облысының Қазақстандағы жақын оңтүстік аймағы, үлкен Қарағанды және Өтеген өзендерінің құйылысында орналасқан. Арқайым алқабынан атымен аталатын ескерткіш 1987 жылы ашылды. Содан бері кең көлемде ғылыми зерттеулік жұмыстар жүргізілді. Жанында осы аттас мәдени қорық пен зерттеу орталығы бар. Арқайым қонысы 2 шеңберлі жал түрінде салынған, ортасында құрылыс салынбаған 4 бұрышты алаң бар. Арқайым негізгі қонысы 70-ге жуық тұрғын үй болған, 30-ға жуық қазылды. Оларды зерттедік. Қыш ыдыстар сынығы, тастан сүйектен жасалған бұйымдар, мыс және күшәла қолданған құйылған жоңғыштар, пышақтар, біздер, алуан түрлі әшекей бұйымдар табылды. Арқайымдығы мал шаруашылығы мен егіншілікпен айналысқан. Арқайым қышын жасалуы Абашев мәдени кезінде, қима мәдениетінің алғашқы кезеңінде, солтүстік Қазақстандағы Петровка, Алакөл мәдениеті кезінде жасалған ыдыстарға ұқсайды. Бұндай арқайымдықтардың ата тегі бірнеше этникалық топтардан құралған деуге болады. Андронт мәдениет қауымы. Андронт мәдениетінің тарихи қауымдастығы Қазақстан аумағында қола дәуірінен кейде андронт дәуірі деп атайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңында даланың қазақстандық бөлігіне Жайын өзенінің жақтан шығу тегін көне шұңқырлықтар, көптеген малшы көп болғандықтан оларды жаңа жайылымдықтар аса қажет болды. Бұл кезде Ресейдің оңтүстік Оралы мен Қазақстан далаларының адамдары аз қоныстанған жерлерде бос жатқан. Жаңа қоныстанған тайпалар өздерінің кейін археологиялық ескерткіштерді қоныстар мазарлар қалдырды. Археолог оларды ұсақ, бірақ бөлек мәдениет ретінде қалыптастырды. Мәдениеттер арасында айырмашылықтардың олардың әртүрлі тайпаларға тиесілі екенін байқады. Сондықпен қатар олардың өзара ұқсастығы мәдениеттің орталық екенін көрсетті. Ғылымда мәдениеттің осындай жиынтығын далалық қола мәдениеті немесе андронт мәдениеті қауымдастықтары деп атау қалыптасқан. Далалық қола мәдениетінің иеліктерін андронттар деп те атады. Мына жерде суретте қала бұйымдары жасалған, қолдан жасалған қола бұйымдар тұр. Жаңа айтып кеткендей, бұның барлығын қола дәуірін жасаған. Ескерткіштері. Балалар, ендігі кезекте қола дәуірі тайпаларының
Андрон және Беғазы Дәндібай мәдениеттері сол кездегі адамдардың діні мен өнері және тасқа салынған суреттердің мағынасы жөніндегі өзекті мәселелерді алға тартамыз. Беғазы Дәндібай мәдениеті қола дәуірінің кейінгі кезеңінде Қазақстанның орталық аймағын мекендеген адамдардың өзіне тән жаңа мәдениеті болған. Орталық Қазақстанда көп жылдар бойы археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізген академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан қола дәуірінің кейінгі кезеңінің өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, оны Беғазы Дәндібай мәдениеті деп атады. Оның хронологиялық мерзімі біздің заманымыздан бұрынғы 12-8 ғасырларды қамтиды. Бұл атау орталық Қазақстандағы Беғазы және Дәндібай мекеніндегі обаларға байланысты қойылған. Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын жерлеу орындарының көпшілігі оба түрінде кездеседі. Беғазы Дәндібай мәдениеті ескерткіштерінің андрондық қорғандардан ерекшелігі обалары биіктеу болып келеді. Және ұсақ қиыршық тастар мен топырақтан тұрғызылып, етегі үлкен қақпа тастармен бекітілген. Қола дәуірін жоспарлы зерттеу 1946 жылы басталды. Сол жылы қазақтың біртуар ғалымы академик Марғұланның жетекшілігімен көне дәуір тарихын зерттейтін археологиялық экспедиция құрылды. Қола дәуірінің тайпалары табиғат күштері күнге, айға, отқа және жұлдыздарға табынды. Олар өлген адамдарды жерлегенде басын батысқа немесе оңтүстік батысқа қаратып қол аяғын бүгіп жатқызған. Бұл жер ана құшағына барған сәби қалпындағы адам түсінігін береді. Олар өлікті матаушы ажал құдайы Ямаға сыйынып, оны қолына жіп ұстап тұрған қалпында бейнелеген. Ерте қола дәуірінің жерлеу салтында кремация, яғни мәйітті өртеу басым болды. Андрондықтар отқа табынып, мәйітті көкке алып кететін от құдайы Агнияға арнап, құрбандыққа ешкі сойған. Кейінгі қола дәуірінде жерлеудің кесенемен бірге өртеу түрі кездеседі. Қола дәуір адамдарының ойлау қабілеті мифтік дәрежеде болды. Дүниені жарату жөніндегі мифтерде әлем күн құдайы Митраға арнап құрбандыққа шалынған бұқаның мүшелерінен жаратылған делінеді. Сондықтан күн құдайы Митра бұқамен бірдей саналған. Бұқаның бейнесі молшылық, құдіреттілік пен күштің белгісі болып табылады. Адамдар құдайларға жалына құрбандық шалып, ерекше рәсімдер өткізіп отырды. Қорытынды: мал шаруашылығының өркендеуі дөңгелекті көлікті пайдалануы және атқа салт міну андрондтар үшін көшпелі мал шаруашылығына ауысты негізін қалады. Қоланы пайдаланып жаңа қару-жарақ түрлерін жасау далалық мықты және жеңімпаз қауымға айналдырды. Бұл жерде әсіресе жауынгерлер үлкен маңызға ие болды. Енелік пен қола кезеңіндегі далалық мал шаруашылығына тән қорғандық жерлерде олардың рухани мәдениетін шын тегінің жақындығын белгісі болып есептелді. Сұрақ: Қазақстан аумағындағы қола өндірісінің дамуына не ықпал етті?